Барлықтарыңызға сәлем достар. Жүгері шоу арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі бейнеде Игра кальмара 3 сериалдан сұрақтар қоятын боламын. Барлығы 30 сұрақ. Жауап беру уақыты 10 секунд. Әр дұрыс жауап 1 ұпай. Ал ендеше дайын болсақ бастаймыз. Бұл қандай ойын? Прятки. Бұл қай ойыншы? Чунхи 222. Фронтменнің інісі кім? Детектив. Кальмар ойынын кім құрды? Бірінші ойыншы О Илнам. Фронтмен. Кальмар ойынын алғаш ойнағандағы нөмірі. «132». Бұл қай ойыншы? «333» Ли Мён Ги. Балықшы капитанның есімі кім? Пак. Капитан Пак қандай адам болып шықты? Фронтменге хабар жеткізуші. Бұл қандай ойын? Скакалочка. Нөмірі 11-ші солдат кімді құтқарды? Нөмірі 246-ші ойыншыны. 246-ші нөмірлі ойыншы саябақта кім болып жұмыс істеп жүрді? Суретші. Нөмірі 11-ші солдат қай жерден қашып келген? Солтүстік Корея. Бұл қай ойыншы? «149». 007-ші ойыншыны кім өлтірді? «149». 149-ші нөмірлі ойыншының есімі кім? Чан Гым Жа. 149-ші және 222-ші ойыншыны кім құтқарды? «120-ші ойыншы. Бұл ойында кім жеңіске жетті? «222». Кихун неге 388-ші ойыншыдан кек алды? Оқтарды жинап, алып келмей қойды. Прятки ойынында 333 222-ге не деп уәде берді? Мен сендерді қорғаймын. 120-ші ойыншыны кім өлтірді?
333. Скакалочка ойында қандай өлең қосылды? Тук-тук, кто же это там? Это твой дружок. Екінші сезондағы 001-ші ойыншының есімі. Йон Ил. Ойынды ұтқан адамға қанша ақша берді? $45,6 миллиард вон. Басты рөлдегі кейіпкер финалда кімді құтқарды? «222-ші нөмірлі сәби». Бұл кейіпкер өлер алдында не деп айтты? «Мы не лошади, мы люди». Соңғы раундта фронтмен Ки-хунға не берді? Пышақ. Соңғы раундтағы ойынның аты қандай? Игра в небесах кальмара. Финалға қанша адам қалды? Тоғыз. Фронтмен сәбиді кімге тастап кетті? Інісіне. Ки-хунның қызы қай қалада тұрады? Лос-Анджелес. Видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк батырмасын басып, қолдап қойыңыздар.